Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 3 ақпанға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Сүйікті әніңізді қосыңыз, көңіліңіз көтеріледі. Егер кеңестерге құлақ ассаңыз, бұл күн ең асас құнулармен өтеді. Бүгін сатып алу үшін тамаша күн, сапалы заттар жақсы бағамен сіздің қолыңызға түседі. Егіздер. Курстарға жазылу үшін тамаша күн. Бүгін сізге ұсынылған барлық жолдардың ішінен соғыс жолын таңдамаңыз. Өміріңізде махаббат пайда болған кезде достарыңызды ұмытып кетпеңіз. Шаян. Бейтаныс біреу сіздің бағаңызды көтере алады. Айналаңыздағы табиғатты тамашалаңыз. Мәнсіз қарсыластықты болдырмау үшін өзіңізді бақылауда ұстаңыз. Арыстан. Арыстанды бүгін бәрі тыңдайды. Отбасы мүшелері де, әріптестері де, достары да. Биліктен қосымша тапсырмалар берілуі мүмкін. Бикеш. Үлкен жобаны қабылдауға қорықпаңыз, ол сіздің тісіңізде екені сөзсіз. Лотерея билетін сатып алуға ақша жұмсаған тиімді болады, 30 сіздің жағыңызда. Таразы. Егер таразы мүмкіндікті жіберіп алмаса, онда бүгін олар әріптестерінің құрметіне ие бола алады. Басшылықтан алғыс естуіңіз мүмкін. Сары шаян. Материалдық құндылықтарға деген жеңіл көзқарас шығындарға келуі мүмкін. Неғұрлым тыныш жүрсеңіз, соғұрлым әрі қарай жүресіз деген мақалды естен шығармаңыз, және еш нәрсе өздігінен асығыс жасалмағанынша асығудың қажеті жоқ. Мерген. Бүгін мергендер өздеріне мен жасай аламын деп айтуы керек, өйткені бүгін олардың қолынан бәрі келеді. Мүмкіндігіңіз болса, өз ақылыңызды көрсету мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Тауышқа. Бүгінде қандай да бір түрде шабыттандыратын және өздеріңіздің дамуларыңызға үлес қосатын керемет шараға қатыса аласыздар. Өте мұқият болыңыздар, әсіресе жолда. Су құйғыш. Жеңілмейтін күнді жеңу үшін осы күнді пайдаланыңыз. Жақындарыңызға деген жылы сезімдеріңізді көрсететін күн. Балықтар. Шыдамдылық пен еңбек бәрін жеңеді, жұмыста бәрі өте жақсы болады. 7 рет өлшеп 1 рет кес деген ескі мақал-мәтел туралы ұмытпау керек. Әйтпесе бір нәрсені білдіруі мүмкін. 3 ақпанға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.